Алматы мемлекеттік политехникалық колледждің МВМ-21 тобының студенттері бағдарламаны қамтамасыздандыру бөлімі бөлім меңгерушісі Дүйсенбековна Ардақ Қанатханқызы, топ жетекшісі Мөлдір Алмасқызы. Біз Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің студенттері осындай қиын қыстау жағдайда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың үндеуі бойынша сабағымызды үйде онлайн режимде жалғастырудамыз. Осындай жағдайда бізге білім беріп жатқан ұстаздарға алғыс айтамыз. Мұғалім адамның ардақты аты, білімді биікке шығаратын саты. Ең алғаш басталады осы адамнан, сондықтан сүйеді жақын жаты. Бүкіл ғалам, бүкіл қоғам мұғалімді сыйлайды, мәңгі бақи төрін беріп дей отыра. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отыра, сіздерге өрелең ұрпақ алдындағы өскелең жұмыстарыңыз бен мемлекеттік гүлдену алдындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге тәрбиелеудегі өрем жұмыстарыңыз және мемлекетті гүлдену жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын. Армысыздар, құрметті ұстаздар. Сіздерді келіп жеткен төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Шәкірттеріңіздің құрметі мен махаббатына бөленіңіздер. Шығармашылық ізденістер мен ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін. Тәуелсіз қазақ елінің дамуына қосып келе жатқан еңбектеріңіз үшін біз баршамыз сіздерге бас иеміз. Сен